Елде су мәселесіне қатысты жағдай күрделі. Көктемде қызыл судан зардап шегетін еліміз жазда су тапшылығынан қиындық көреді. Жыл өткен сайын халқымыздың саны да экономикамызда өсіп келеді. Мамандар болса 2040 жылдарға қарай Қазақстандағы су тапшылығы 12 миллиард текше метрге жетуі мүмкін дейді. Бұл ретте Қазақстанның суды тым орынсыз жұмсайтыны шындық. Мысалы, еліміздегі суармалы жердің 13%-ында ғана су үнемдеу технологиясы бар. Ал оңтүстік өңірлерде құрғақшылық қаупі жоғары болғанмен, бұл аймақтарда тиісті жұмыстар қолға алынбаған. Президент үкіметтің алдына жан-жақты ойластырылған су саясатын жүргізуді. Болашақта еліміз судан тапшылық көрмеу үшін қазірден қам-қарекетке кірісуді тапсырды. Президенттің бұл тапсырмалары еліміздің оңтүстігінде қалай іске асуда? Міндетпен меже жобасы бұл сұрақтың жауабын іздеп көрді. Бекжан Пердебайұлы, қазіргі таңда Шымкент қаласында 1 миллион 200 мыңның үстінде халық тұрады. Жалпы жаңа микрорайондар пайда болып жатыр, қала өсіп жатыр. Бұл дегеніңіз болашақта мына суға дегенде бір тапшылықты туындатады ғой. Иә, әрине, қазір халықтың өсуіне байланысты, Шымкент қаласының көлемінің ұлғаюына байланысты қазір су тұтыну көлемі өте ұлғайған. Бұрынғы жылдармен салыстырғанда жаздың күндері максималды су тұтыну кезінде 250 мың кубқа дейін біз текше метр тәулігіне су көтереміз, тұрғындарға су береміз. Бұның барлығы біздің су көтеруде және суды жеткізуде үлкен мәселелерге алып келіп жатыр. Суды халыққа тиімді пайдалануды үйрету үшін қандай бір шаралар қолға алынған? Енді бұл мәселе бойынша бірнеше бағытта біз жұмыс жасауымыз керек. Бірінші кезекте су құбырларында су шығынын азайтуымыз керек. Су шығынын төмендету арқылы суды үнемдеуді тиімді пайдалануға қол жеткіземіз. Ол үшін біз жылда өз инвестициялық бағдарламаға сәйкес су құбырларын алмастырып отыруымыз керек. Ол үлкен көлемде болу керек. Қазіргі заманда суды үнемдеу үшін заманауи технологиялар қолданылады. Шымкент сияқты ірі мегаполисті тіршілік нәрімен қамтып отырған мекеме судың шығынын барынша азайту үшін сандық технологияларды іске қосқан. Осы диспетчерлік орталықта шаһарға беріліп жатқан судың көлемі, қысымы онлайн режимде бақыланады. Что у нас на сетях происходит? Біздің су құбырларымызда не болып жатқан дәлме-дәл уақытта көріп біліп отыру үшін цифрлы жүйені іске қостық. Әуелі шаһардың құбырлар желісінің сызбасын түгел электронды жүйеге көшірдік. Бұдан соң оны жетілдірдік. Қазір бұл ақпараттық жүйе қысымды, судың мөлшерін, қай жерде ақау барын онлайн режимде көрсетеді. Сондай-ақ егер қысымды арттырсақ, судың мөлшерін көбейтсек, оның салдары қандай болуы мүмкін екенін анықтайды. Яғни көмекші қызметін қоса атқарады. Бұл бақылау нүктелері бізге не береді? Жалпы құбыр бойында біз 206 дана бақылау нүктелерін орнатқанбыз. Ол біздің Шымкентті өздеріңіз білсеңіздер, жер қыртысы тегіс емес, ойы бар, қыры бар. Сол су құбырының орналасқанына сәйкес өзінің оптималды режимде жұмыс істейтін параметрлерін бере отыра, әр бақылау нүктесіне осы орталық диспетчер торабының мониторына шығарғанбыз. Жасылдың ішіндегі, жасыл домалақтың ішіндегі, мысалы, екінде 99 деп жазылып тұр. Бұл осы құбырдың ішіндегі судың қысымы ғой, Иә, дәл осы мекен-жайдағы Абай Водопьянова көшесінің қиылысында орнатылған су құбырдағы су қысымының көрсеткіші. Бұл көрсеткіштер жалпы 206 дананың 40 данасы минут сайын алмасып ақпарат беріп отырады. Мейіржан мырза, мынау Шымкент қаласы соның жаңағы канализациялық жүйесінен кәрістерден келетін судың барлығы осы жерге жаңағы жинақталып, осы жерде тазартудан өтетін болып тұр осында. Сарқынды сулар екі этаптан өтеді. Тазартудан бұл біріншісі механикалық әдіспен тазалау болса, ол яғни жаңағы ірі қалдықтарды ұстап қалынатын болса, екіншісі биологиялық әдіспен тазартылады. Біз қазір сол нысанның үстінде тұрмыз, мына аэротенка деп аталады. Бізде 3 аэротенка бар. Сол жерден сулар биологиялық әдіспен тазартудан өтіледі. Мынау енді түсі қоңыр су, бұл әлене тазартудан өтіп жатқан су қазіргі кезде. Тазарту процесінен өтіп жатқан су. Биологиялық әдіспен тазартудан өтіп жатқан су. Тазартудан өткеннен кейін су қайда барады? Бұның суы ана жерде вторичный отстойник деген бар, сол жерге жіберіледі. Бұлардың қалдықтарының барлығы жаңағы бізде
жаңа қалдықтарды жою бойынша биогаз шығаратын установка қондырғылар бар. Сол жерге қарай жіберіліп, ол қалдықтарды обезвоживать етіліп, жаңағы метан газ шығарылады. Ол метан газдан бізде газовый генераторлар бар. Сол газовый генераторлардан электроэнергия өндіріліп, өзіміздің қажеттілікке барлығы пайдаланылады. Яғни электроэнергиямен толық өзімізді қамтамасыз етеміз. Бұл су тазартылғаннан кейін қай аудандарға барады, қай мақсатта қолданылады? Бұл су тазартылған соң Боржар накопителі деген су қоймамыз бар. Сол жерге суару кезеңінен тыс кезеңде су жиналынып, суару кезеңінде есебі бар 2 ауыл округі, Шубар және Қайнар ауыл округында орналасқан 2000-ға жуық суармалы жерлер сумен қамтамасыз етіледі. Яғни бүгінгі таңда президенттің тапсырмасы бойынша айтылып жатыр ғой, су тапшылығы кезінде әрбір тамшы суды үнемді және тиімді пайдаланыңыздар деп. Яғни мынау су қаланы ауыз сумен қамтамасыз етіліп, және повторно использование деп қазір көп жерде айтылып жатыр ғой. Сол мақсатта ауыл шаруашылық суармалы жерлерін сумен қамтамасыз етіліп, жаңағы ауыл шаруашылық өнімдері өндіріледі. Ағынды сулар осы Шымкенттегі арнайы мекемеде тазартудан өтіп, арнайы құрылғылардан сосын құбырлармен осы егін басына келіп отыр ғой. Біз мынау суды пайдалану Шымкент қаласының су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестікпенен біз келісімшартқа тұрдық. Себебі қаладағы ағынды суды тазалау қондырғыларынан шығатын тазаланып шыққан суды техникалық дақылдар суғаруға рұқсат беріледі. Біз сол кісілермен келісім жасап, сағатына 275 текше метр суды алып, осы суғару жүйесін пайдаланып жатырмыз. Біз жаңа ағынды суды тастау каналынан арнайы сол жерге насос қондырғысын орнаттық. 2,5 километрге құбыр тартып келіп, сонымен суғарып пайдаланып отырмыз қазір. Қазіргі президентіміздің өзі айтып жатыр ғой, жылдан жылға су тапшылығы ол тек қана Қазақстан емес, ол дүние жүзінде су тапшылығы болашақта болады. Негізгі мақсат суды үнемдеп, жоғары өнім алу мақсатында істеліп жатқан нәрсе. Жаңбырлату әдісінің өнімнің көлемін арттыруда, сапасын арттыруда қандай да бір тиімділігін байқадыңыз ба? Енді бұның тиімділігі былай айтқанда 2-2,5 есеге артық. Жаңағы бұрынғы арық жүйесімен суарғанына қарағанда бұл 2,5 есеге шейін үнемделеді, пайда көбірек келеді. Себебі біз арықпен суарған кезде есептеңіз 260 гектарға суды арықпен суарған кезде кететін шығынменен қазіргі мынау жауындап суару әдісімен суарған кездегі үнем почти 2,5 есеге шейін бізді суды үнемдеп жатыр. Қаржыны да үнемдеу мәселесінде қазіргі жалпы мынаны суғару жүйесіне бір-ақ адам жұмыс жасайды. Біз өзіңіз көріп тұрғандай осындай су үнемдеу технологияларын кеңінен пайдалануға бет алудамыз. Шымкент қаласында 100 гектардан аса жылыжай кешендері бар. Олардың барлығы тамшылату технологияларын қолданады. Сонымен қатар бізде 400 гектардан аса бау шаруашылықтар бар. Олардың басым бөлігі 300 гектарға жуығы қарқынды болып табылады. Олардың барлығы сол іспеттес су тамшылату суару технологияларын қолдануда. Шымкент қаласында негізінде 4 су қойма орналасқан. Екеуі Қазватқоздың меншігінде, екеуі Шымкент қаласы жайлы орта басқармасында меншігінде Теке су және осы Ақжар. Ақжар су қоймасының суын пайдаланатын кімдер, бұл енді қай аудандарға барады? Ақжар су қоймасын осы жергілікті Ақжар ауылы үйегерлік жерлерге су алады, және 144 гектар жерге суармалы суғару жерлеріне суғаруға пайдаланады. Сметалық құжаттама дайындалып жатыр. Бұл жерде су қойманың тереңділігін арттырып, астына толып қалғанда қамыстарды, лайларды алып, және қосымша бөгеттерді усилить тағы да. Алдағы жылдары елде су шаруашылығын басқару жүйесіне түгел реформа жасалады. Осы мақсатта ел үкіметі су ресурстарын басқару жүйесін дамытудың 2024-2030 жылдарға арналған
тұжырымдамасын бекітті. Стратегиялық құжат бойынша таяу жылдары Қазақстанда 20 су қоймасы салынады. 15 су қоймасы жөнделеді. 14 мың шақырымнан астам каналдар модернизациядан өтеді. Сондай-ақ гидротехникалық құрылыстарды жаңғырту бойынша шұғыл жұмыстары қолға алынбақ. Бұл шаралар еліміздің су қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, су тапшылығын азайтуға бағытталады.